Сәлем достар, бүгінгі видеода мен Төреғали Төрәлінің менің толқыным атты әніне гитарада разбор жасайтын боламын. Лайк басып, астынан комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді жалпы бұл өлеңнің аккордтарына келетін болсақ, бұл өлең 5 аккордтан тұрады. Біріншісі АМ, одан кейін ЕМ, одан кейін G аккорды, сосын баре мен F аккорды, сосын E аккорды. Енді бұл жерде АМ бізде бірінші саусағымыз бірінші латтың екінші шегінде тұрады. Ал екінші саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде, үшінші саусағымыз екінші латтың үшінші шегінде тұрады. Бұл АМ. Одан кейін EM, бұл екінші латта екінші саусағымыз бесінші шекте тұрады, одан кейін соңғы үшінші саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейін G аккорды. G аккордына бірінші саусағымыз екінші латтың бесінші шегінде, одан кейін екінші саусағымыз үшінші латтың алтыншы, сосын соңғы үшінші саусағымыз үшінші латтың бірінші шегінде тұрады. Одан кейін F баре. Бірінші латта баре мен ұстайсыздар, одан екінші саусағымыз екінші латтың үшінші шегінде тұрады. Одан кейін үшінші саусағымыз үшінші латтың бесінші шегінде, соңғы саусағымыз үшінші латтың төртінші шегінде тұрады. F. Одан кейін E аккорды. E аккорды бұл жерде бірінші латтың бірінші саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз екінші латтың бесінші және соңғы үшінші саусағымыз екінші латтың төртінші шегінде тұрады. Бұл E аккорды. Ал енді баремен көрсететін болсақ, бұл жерде бесінші латқа көтерілеміз. АМ. Бұл жерде жаңағы 5, ал 7-ші латта мына саусағымыз 5-ші шекте, одан кейін саусағымыз 4-ші шекте тұрады. Бұл АМ. Одан кейін 7-ші латқа EM аккордына көтерілеміз. Бұл жерде мына саусағымыз бареден кейінгі екінші шекте, одан кейін мына саусақ 9-шы латта неде тұрады, 4-ші шекте тұрады, одан кейін саусақ 3-ші шекте тұрады. Сол бір неде латта. Одан кейін G аккордына бұл 3-ші латқа кетеді G аккорды. G аккорды мына саусағымыз, бірінші саусағымыз дей береміз, бұл 3-ші шекте тұрады бареден кейінгі. Одан кейін мына саусағымыз, екінші саусағымыз 5-ші латта 5-ші шекке келеді. Одан кейін саусағымыз 4-ші шекке келеді. Сол латта. Одан кейін F аккорды кетеді қайтадан. Сосын сразу баресіз E аккорды. Ол E аккорды 7-ші латта бар. Бірақ оңайы бареден былай секіру қиындау болады, сондықтан осылай түсуге болады. Ал енді қағысына келетін болсақ, қағысы 2 рет төмен, 2 рет жоғары, 2 рет төмен, сосын төмен жоғары болып кете береді.
куплетін және қайырмасын айтып көреміз. Маған ешкім ұнамайды, сен ұнайсың. Маған ешкім шыдамайды, сен шыдайсың. Бағымның да тең жартысың, сен құрайсың. Ғашық болып көрмеп едім мен олайшын. Анасынан дара болғаным, қабырғамнан жаратылғаным. Махаббатым, мархабатым, менің толқыным. Түсінетін сендей кім бар, сезім төгінім. Асыл жарым басымдағы баянды бар. Бір сені үшін жаным құрбан, аяулы жаным. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.